Қайырлы күн, достар. Біз бүгін осындай дәмі күшті варенике жасайтын боламыз. Оған ең бірінші картошканы жуып саламыз суға. Одан кейін қамырымызға кірісеміз. Қамырға ұн, жұмыртқа, су қажет болады. Қамыр жақсылап илегеннен кейін 1-30 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін картошкаларымызды аршып, пюре жасауға кірісеміз. Картошкаларымызды аршып болғаннан кейін кішкене май, су, тұз араластырып пюре жасаймыз. Әбден пюрені езіп болғаннан кейін қамырымызды жаямыз. Қамыр ол кезде сәл жұмсарып, иығанып күшті болып қалады. Екіге бөліп жайып бастаймыз қамырды. Жақсылап жұқалап жайғаннан кейін өзімізге ыңғайлы нәрсемен домалақ қылып кесіп аламыз. Одан кейін вареникені бүгуге кірісеміз. Солай осындай қылып әдемі қылып дайын қыламыз. Одан кейін бір пиязды турап, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне тұз саламыз. Одан кейін қайнап тұрған суға вареникелерімізді салып, жақсылап пісіріп аламыз. Бұл жерде 5 минутта пісті. Сонымен біздің вареникелеріміз дайын. Бізге ас болсын.